Күйеуім аптасына бір-ақ рет демалатын болғандықтан бізді бір жаққа апаршы деп айтқан едім. Сөзімді жерге тастамай бізді осылай алып шықты. Үшеуміз де осылай оранж болып бір-бірдей болып киініп алдық. Әл-Фараби көшесінің бір шетінде орналасқан, жазды күні жаңадан ашылып хит болған және сыртында осындай бір қыздың үлкен басы тұратын музейге бізді алып келді. Сыртының өзі ерекше өте әдемі және машина қоюға арналған автотұрақтары да көп екен. Және мені кірмей жатып таңғалдырған бір нәрсе бар. Қазір сіздерге көрсетсем, сіздер де таңғаласыздар ғой. Барлығымыз білеміз, мега торговый центрлерге жақындаған кезде екі есік екі жаққа қарай ашылатын еді ғой. Сол есіктер сияқты мына есікте өзі ашылады екен. Яғни мынандай үлкен есік кәдімгідей. Біз жақындап едік, өзі ашылып, өзі жабылады. Таң қалдым ғой, мына қарасаңыздар, ешкім ашып тұрған жоқ. Біз бұл жерге сенбі күні сағат 1-де келдік. Көріп тұрғандарыңыздай, адамдар енді баршылық. Билет құны ересектерге 2000 теңге, ал 6 жасқа дейінгі балаларға тегін екен. Екінші қабаттан бірінші қабатқа қарай көрініс осындай. Коридормен келе жатып, бірінші есікке кірдік. Өртенген кітап, өртенген ағаш, сондай бір нәрселер мына жерде түсіне алмадым. Екінші қабаттан қараған кезде осындай лабиринт сияқты ерекше бір жер бар екен. Одан бөлек сыртқа шығуға арналған осындай бір әдемі балконы бар екен. Бағанағы коридордың бойымен келе жатсақ, тағы бір есікке адамдар очередьте тұр екен. Біз де кіріп көрген едік, жан-жағының барлығы айна, жерге және төбеге осындай мүйіз сияқты бір нәрселерді қадап қойыпты. Бұл жерді кіріп көріп айналып шығуға 2 минут уақыт беріледі. Іштен сыртқа қарай осындай бір көрініс пайда болды. Бұл музейдің артқы жағына тастарды шар тәріздес етіп, дөңгелек етіп жасап қойған екен. Одан бөлек картинканың түрлері өте көп екен. Мені таңғалдырған, маған ұнамаған бір нәрсе бар. Ой, бір нәрсе емес, тіпті 2 нәрсе бар. Оның біріншісін айтатын болсам, 4 аяқты қыз. Я. Көріп тұрғандарыңыздай, осы 4 аяқты қызды неге шығарғанын түсіне алмадым. Және мына қыздың басына 1045 тақия кигізіп қойған ғой. Одан бөлек бұл жерде 18+ деген бір бөлме бар екен. Теледидарда әртүрлі қыздардың жалаңаш бейнелері, видеолары, яғни көрсетіліп тұрады. Дәл осы жерін қате істеген екен деп, біз сол бөлмеден бірден шығып кеттік. 3 па 4 па бөлме бар екен. Осындай үлкен телевизорлар қосылып тұрады. Құрбандық шалу деген біреуін көріп тұрған едім. Ешқандай дауысы да жоқ, мағынасы жоқ, мәні жоқ, тек музыка ғана дыңғылдап ойнап тұрды. Бұл жерде 18+ жалаңаш видеолар болғандықтан маған мүлде ұнаған жоқ. Оннан 2 деген баға беретін едім. Біз обедімізді ішуге диірменге келдік. Овощной донерге және пидеге заказ бердік. Бізге ас болсын. Достар, парақшама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап қойыңыздар. Всем пока.